Бәріңе сәлем достар, кешегі, ұтып алған адам, видео бастамастан бұрын каналға подписаться етіп, колокольчик басып кетіңдер. Мынау біздің адам ұтып алған. Мен оған Volkswagen, міне қызыл Volkswagen'ді бердім. Осы Volkswagen'ді берген болатынмын қазір. Міне берген кезімді көрсетейін. Міне мен оған қазір норма деп жіберіп атқан болатынмын. Бәріңе сәлем деп атыр, сәлем деп қойыңдар. Міне беріп жатыр мына кезде. Міне берген болатын 10 мыңға. Неге 10 мыңға бердім десеңдер, өйткені обход системы деп па, навсегда банға беріп тастауы мүмкін, так что 10 мыңнан азға беруге болмайды. Міне бердім, ендеше өз видеомызға кеттік. Сендер бұл жерде не істеу керек екенін білмесеңдер, если білмей атсаңдар, бұл осы видеоны қараңдар. Бұл видеода қалай 3-ші ранг болып клад істеу керек екенін айтатын боламыз. Осыда мен сендерге өте күшті дегенде советтерді беретін боламын, достар. Және де осы видеоны до конца қараңдар. Сосын тағы бір айтып кететін жайт, менің өзімнің Discord беседамды ашқан болатын. Сол Discord беседама кіріп, ана жерде барлығын істей аласыңдар. Және де сол жерде информацияға кіріп көріп алыңдар, не істеуге болатын. Ана жерде заказ музыка, әркіммен общаться етіп, және бәрімен танысуға болады. Так что описанияға кіріп, ссылканы, сол ДС беседа деп тұрады, соны басып ссылкаға кіріңдер, достар. Мен өте қуанам, хотя бы 10 адамнан асты, достар. Так что бәрін кіріңдер сол беседаға. Мен сендерді сол жерден күтіп алатын боламын, достар. Так что бәріміз кірейік соған. Так что видеомызға өзіміздің кеттік. Достар, өзіміздің кватымызға да келдік. Енді достар, бұл не десем болады, бұл кват 3-ші уровеньнен бастайды. Өте прибыльный жұмыс. Достар, айтайын сендерге. Ең прибыльный, мен дұрыс жазбадым. Ең прибыльный жұмыс десем де болады. Мен осыны, мысалы, 3-ші уровень болам, 3-ші уровеньнен кейін мен 10-ші уровеньға дейін істейтін болам бұл жұмыс. Өйткені өте прибыльный басқа жұмыстарға қарағанда. Мысалы, міне біз алдық, енді алған екен, достар. Сендер бірінші 3-ші уровень және де магазин 24/7 GPS-тан қарап барып, сендер не алу керексіңдер? Лопатамен және металлоискатель. И заказ осы жерге келесіңдер, міне Каякиноға. И осы жерге келесіңдер да, осы жерде Батырова или Арзамаста болады. Мына жерде болады. И мына жерде болады. Менде Арзамаста екен. И осы жерге баруды сендерге былай. Негізі оңай бару, кәдімгідей жолмен барасыңдар, ешқандай кама сияқты жолды қысқартпайсыңдар, ештеңе керек емес. Только кәдімгі адам құсап барасыңдар. Менде мынандай Фаманың машинасы. Және де осымен әдемі етіп тұрып баратын боламыз қазір. Кватымызға өзіміз. Жарайды, енді сояққа жеткен соң кездесетін боламыз. Так что кеттік. Біз деген кватымызға да келдік. Енді келген соң осында бізге шет жағымызда метр пайда болады. Осы 9-дан аз жерге метрға дейін апарамыз. Мысалы, қазір мен азайған жерін іздейміз. Жоқ, бұлай уже көбейіп кетеді. Бұлай кішкене түсіп жатыр, бірақ тоже көбейіп кетті. Сосын достар, енді артқа қайтасыңдар, если мен артқа қайтсаңдар, походу азайып жатыр. Бірақ жай азайып жатыр. Жоқ, көбейіп жатыр. Қайдан ол өзі? Мұнда машина көп болған соң FPS түсіп кетіп жатыр қайта. Ол міне. Жоқ, еще. Мұнда жүру керек, походу. Осында жүру керек екен. Мені осындай бір жүретін жол тауып аласыңдар да, тіке жүре бересіңдер, басасыңдар тіке. Менде 40 метр қалды. Тағы да жүріп тастау керек кішкене. Уже қараңдар, аз алып жатыр, значит біз былай бұрылу керекпіз, ал осылай болмаса мына жаққа жүру керек. Көріңдер ме, достар, тактика. Осындай тактиканы қолдансаңдар. Міне 7 метрға келдік, енді қандай команда жазасыңдар? Дик. Осындай команда жазасыңдар. Хэштег деп болмай, слэш дикті жазасыңдар. Бұл осы кладты жасауға көмектеседі. Сендер клад жасағыларың келсе, клад жаса. И төбеден бастап басып отырасыңдар, бірақ асты жақтан сразу баспаңдар. Так что мені бірінші таптық. Бірінші өзіміздің қазынамызды.
сол достар. Бірақ мысалы прокачка дегенде қазір істей алмаймын, өйткені менде ақша жоқ дәл қазір. Иә, аккаунт та жоқ өзімнің. Өзім аккаунтымды сатып жіберген болатын достар. 1000-ға сатып жібердім, иә. Көп ақша емес. Міне, вы получили 17590 рублей дейді. Бір істегеннен 17000. Если сендер мысалы мен есептеуім бойынша сендер мысалы 5 рет бар келгеннен 5-ті 17000-ға көбейтіңдер достар, калькулятор алып алып. Сендер нормально табасыңдар 100 000-нан уже. 100 000 емес, енді бір 80 000 тауып аласыңдар. Өте жақсы прибыльный жұмыс достар. Так что осындай жұмысты істеуге тұрарлық жұмыс. Өйстіп қайталай бересіңдер, бір қиындығы да жоқ. Өздеріңе бір задик или бір ВАЗ 2115 па или БХ алып алыңдар тез жүруге. Және мотоцикл да болады. Мотоциклды қойып алып, мотоцикл тез жүреді. ЕПП істеуге де болады онымен. Бұл играша ешқандай бам бермейді оған. Сіздермен болған бұл міндет. Осы видео ұнаса, сендерге лайк бас кетіңдер достар, және дискордыма кіріңдер. Дискорд беседамды ашқаныма өзім қуанып отырмын, так что көп адам кірсе мен одан сайын қуанатын боламын. Ол жерде сендер әртүрлі зат істей аласыңдар, заттарыңды сата аласыңдар, заказ музыки істей аласыңдар, барлығын істей аласыңдар. Что хотите, то делайте дейді. Достар, сіздермен болған бұл міндет. Келесі видеоларда кездескенше, если идея болса ютубқа сол дискордыма кіріп жазыңдар, короче, дискордқа тілім байланып қалды. Короче, сіздермен болған делат. Сау болыңдар.